Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 79-80 сабақтар қорытындылау. Бірінші есеп, бөліндінің мәнінде неше цифр бар? Жауаптарды бөліндінің мәніндегі цифрлар саны өз суретіме орналастырып, қазақтың тұңғыш профессор математиканың тегін анықта. Оның қандай кітаптар жазғанын біліп ал. Бізде бөлінділер берілген, яғни 782 бөлу 23 2 цифр Е, 302.020 бөлеміз 2, 6 цифр К, 302.016 бөлеміз 12, 5, Е, 7981 бөлу 23, 3 цифр, 3 миллион 20.220 бөлеміз 2, 7 цифр, 8004 бөлеміз 4, 4 цифр М, және 50 миллион 904, 50 миллион 60.904 бөлеміз 3, яғни 8 цифр. В. Өз суретіме жазсақ, бізде Ермеков деген сан шығады екен. Енді екінші есепті шығар. Екі ауылдан бірдей жылдамдықпен бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі салт атты шықты. Біреуі екіншіне 2 сағат бұрын шығып, 36 километр жолда артық жүрді. Егер екінші салт атты кездескенге дейін 6 сағат жүрген болса, онда ауылдардың арақашықтығы қандай? Бізде бір салт атты 6 қосамыз 2, 8 сағат Т1, 2 салт атты 6 сағат Т2, 2 сағатта 36 километр. В1 мен В2-ні табамыз, С-ті табамыз. Яғни В-ні табу үшін 36-ны бөлеміз 2-ге, 18 километр сағат. С1-ді 18 көбейту 8, 144 километр. С2 18 көбейту 6, 108. Енді S-ті табу үшін S1 мен S2-ні қосамыз. Сонда бізде 252 километр. Ауылдардың арақашықтығы 252 километр болған екен. Үшінші есеп. Есепті шығар. Бір шебер 760 бөлшек, ал екіншісі күнделікті дәл сондай өнімділікпен жұмыс істеп 520 бөлшек жасады. Егер екінші шебер 6 күн кем істеген болса, шеберлердің әрқайсысы неше күн жұмыс істеген? Яғни А1 760 өнімділігі, А2 560, В1 В2 белгісіз, Т1 Т2 белгісіз, 6 күн кем бірінші күнге қарағанда. Енді 760-ты азайтам 520, 240 бөлшек, 240-ті бөлеміз 6-ға 40 бөлшек күніне, 760-ті бөлеміз 40-ға 19 күніне бірінші шебер, екінші шебер 13 бөлшек жасаған екен. Бірінші шебер 14 күн, екінші күн 13 күн жұмыс істеген екен. Яғни 6 күн кем жұмыс істеген екінші шебер. Төртінші есеп, есептерді шығар. Арман 1 минутта 110 сөз оқиды. Бір сағаттың ширек бөлігінде ол қанша сөз оқиды? В1 жылдамдық 110 сөз, Т1 сағат бөлеміз 4, 6 минут, 60 минут, 60-ты 4-ке бөлеміз 15 минут. А қанша сөз, яғни өнімділігі. Жұмысы, барлық жұмысы, яғни А-ны табу үшін В-ны көбейтеміз Т-ға. 110 көбейту 15, 1650 сөз. Арман 1650 сөз оқиды екен, Екіншісі, Әлияның анасы 1 сағатта 120 түшпара жасайды. Егер ол 360 түшпара жасаған болса, онда сағат жұмыс істеген. Қанша сағат жұмыс істеген? В1 120, А 360, Т белгісіз. Т-ны табу үшін А-ны бөлеміз В-ға. 360-ты 120 бөлгенде 3 сағат жұмыс істеген екен. Металл жонушы 5 жұмыс күнде 1150 бөлшек жасады. Ол қандай өнімділікпен жұмыс істеген? Яғни өнімділік белгісіз, В-е Т5 6150, В белгісіз. В-ны табу үшін А-ны бөлеміз Т-ға. 1150-ді бөлеміз В-ға, 230 бөлшек күніне жасаған екен. Металл жонушының өнімділігі 230 бөлшек күніне. В-сы айна күніне 20 бет оқиды. Бұл оның әпкесінің оқығанына қарағанда 2 есе кем. Екеуі бірге 3 күнде қанша бет оқиды? Яғни
Бізде В1 25 күніне 2 есе кем, бірақ В2-ден. В2 белгісіз. Барлығын табу керек. Т3 күн, А белгісіз. 20-ны көбейтеміз 2-ге, 40 күніне әпкесінің өнімділігі. 40-ты қосамыз 20-ға, 65 күніне 2 бірге, 63-ке көбейтеміз 185, 2 бірге 3 күнде 185 оқиды екен. 5-ші есеп. Берілген кестемен сызбаны пайдаланып, кездесу бағытындағы және қарама-қарсы екі бағытта қозғалысқа есеп құрастыр. Бізде берілген біріншісінде, яғни В1, В2, Т арақашықты жазуымыз керек. Яғни В1 180 км сағат, уақыты 4 сағат, В2 210, арақашықтық белгісіз. Арақашықты табу үшін бірінші қашықтау жылдамдығын табамыз. 180-ді 210-ға қосамыз, 390. С-ті табу үшін қашықтау жылдамдығына Т-ны көбейтеміз, сонда 1520 км. 4 сағаттан кейін ителгі лашын мен қара-қарлығаш қарлығаштың арақашықтығы 1560 км болады екен. Екіншісі бізде В1 65 км, Т белгісіз, В2 85, арақашықтығы 600 км. Уақытты табамыз. Уақытты табу үшін де бірінші жақындау жылдамдығын табамыз. 65-ке 85-ті қосамыз 150 км сағатына. Уақытты табамыз. С-ті бөлеміз жақындау жылдамдығына. Сонда 600-ді бөлеміз 150-ке 4 сағат. Қарлығаш пен шіл 4 сағаттан кейін кездеседі екен. 6-шы есеп. Жазбаша есепте есептеуіңді калькулятордың көмегімен тексер. Яғни бізде жазбаша есептеуге берілген 89870 көбейтілген 30. Яғни бізде болады 2.696.100. Калькулятормен есептеп дұрыстығын тексереміз. Қалған есептерді де дәл осы түрде шығарамыз. 7-ші есеп. Есепті шығар. Серік пен Арман стадиондағы жолақ бойымен жүгіріп жүр. Серік 2 км, ал Арман сол уақыт ішінде 3 км жүгірді. Егер Серік сол жылдамдықпен 6 км жүгірген болса, онда Арман қанша километр жүгіреді? 6 км бөлеміз 2 км, 3 есе артық, демек 3 көбейту 9, 3 9 км. Егер Серік 6 км жүгірсе, онда Арман 9 км жүгіреді екен. 8-ші есеп. Есепті амалдар бойынша шығар. Екі шаңғы базасынан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі шаңғышы шықты. Кездескенге дейін бірінші шаңғышы 20 км сағат жылдамдықпен 40 км жүрді. Екінші шаңғышының жылдамдығы 10 км сағат. Екінші шаңғышы кездескенге дейін қанша километр жүрді? В1, В2 белгілі, С 40 км, С2 белгісіз. Т1, Т2-ні табуымыз керек. Т-ны табу үшін С1-ден бөлеміз В1-ді. 40-ты бөлеміз 20-ға 2 сағат. С2-ні табу үшін В2-ні көбейтеміз Т-ға. 10-ды көбейтеміз 2-ге 20 км. Екінші шаңғышы кездескенге дейін 20 км жүрген екен. 9-шы есеп. Ойлан және жауап бер. Атқа 4 күнде 32 килограмм 32 килограмм сұлы беріледі. Егер күнделікті берілетін сұлы мөлшерін сол күйінде қалдырып, оны 2 атқа беретін болса, осы сұлы қанша күнге жетеді? Яғни, бір атқа 4 күнде 32 килограмм қанша күнге белгісіз. 2 атқа 32 килограмм қанша күнге кетеді? 32-ні 4-ке бөлеміз, 8 килограмм бір атқа. 8 килограммды көбейтеміз 2-ке 16 килограмм. 2 атқа. 32-ні бөлеміз 16-ға 2 күн. 32 килограмм сұлы 2 атқа 2 күнге жетеді екен. Мына жерде сәйкес сандарды тауып жаз. 9000 болу үшін мына сандардан қандай сандарды алуымызға болады? Және 9000 болу үшін мына сандардан қандай сандарды азайту арқылы біз 9000 шығады. Соны жазуымыз керек. Яғни 1000 қосу 3500 қосу 4500 бізде 9000 шығады. Азайтуды алсақ 15500 азайтамыз. 500 азайтамыз 6000. Сонда бізде 9000 шығады екен.